Лок елесі Прима, Замирбек Мұқашевтікі Елдияр жылқы заводыныкі. Құнан Урматбек ұлы Елдияр дайырдаған Медеров ынтымақ салдырат Том районы Бөкенбаев айылы. Екінші номерді Баян Сұлу, атасы Пафос, елесі Барабесса. Мұқашев Замирбектіге Урматбек ұлы Елдияр саянгері Урматбек Мұратбек салдырат Бөкенбаев, Том районы Ысықкөл Елдияр жылқы шаруасы. Üçüncü номермен алғаны өткен Баронның баласы Байтерек. Айтылу Баронның баласы, ересі Керемет, Замир Мұқашевтікі, Алмагүлов Байен салдырат Елдияр жылқы шаруасы. Dördüncü номермен өткен Маникер, атасы Плили, ересі Капризная, өзі саяқтер Бөгойбаев Байен салдырат 23 районы Жалғыз Өрік айылы. Бешінші номерде Марсел атты жорға атасы Стик Лок, ересі Макси, Баяқұлов Болотбектіге, саяқтер өзі Ақмолдоев, Мамет салдырат, Ысықкөл Чолпан-ата. Алтыншы номерде Фортуна, атасы Политика Террор, ересі Амалгама, Владимир Алиевиковты, атысы Байжан салдырат, саяқтер өзі Чүй Беловодске. Омин жөнөді, 3600 метр алға құнандар жөнөді. Мұнайме Гүлсары Жорға Федерациясының бір өзгөчөлігі өткен жылдың май айынан бері әрбір жорға салдырған чабандес башынан қалпағын киіп алып, біздің мемлекет басшылығының көз алдында мынаушы жорға салдыруының жаңы бір өзгөчөлігін баштады. Қырғыз болғандан кейін ат үстінде жорғаны қалпақ киіп алып салдырып баратқан қандай керемет көрініш. Мынаушы федерацияның ережесіне келіп, кәдімгідей бір сырттан келгендерге қызыққандар үшін жақсы маңай тартылып болды. Алибек қатысып жатқан 8 баш құнан жорға 7-ші номерде Акира атты жорға алдыңардан өтті. Атасы Чемберлен, енесі Мудрос, Мурас жылқы шаруасыныкі, Чуак Жайлобеков дайырдаған. Иранов Мурел салдырып баратат, Күй облысының Апатровка айылы. 8-ші номерде Мухарик атты құнан жорға, енесі атасы Материк, енесі Кинара, Мурас жылқы шаруасыныкі, Чубак дайырдаған Қуанышбек ұлы Ислам салдырып баратат, Күй Новопокровка. Алебе байгелері 4 байге, жалпы құнан жорғының байге фонды 262.800 сом. Ой, жақсы. Өткіржан Шамиловичтің президенттігіменен құнан жорғының алғашқы байгесі мүлкі қойылып тұр. Бірінші ерген құнанға 125.000 сом, 125.000. Адан мемлекет тарауынан 50.000 сом, федерация тарауынан 75.000 сом. Жалпы 125.000 сом құнан жорғының бірінші байгесі. Екінші орынға байге 82.400 сом. Бұның 30.000 сомы дирекциядан, 50.000 сомы федерациядан, 2.400 сомы ұздостон. Үшінші орынға 49.000 сом, үшінші орынға құнан жорғының байгесі. Бұның 20.000 сомы дирекциядан, 25.000 сомы федерациядан, 4.000 сомы ұздостон. Әлемі 4-ші орынға да байға бар, 6.400, бұл ұздостон түшкен ақша. Гүлсары Жорға Федерациясы мынауысындай тура шешім шығарыптыр. Жалпы байге фонды 262.800 сом. Құнан жорғалар құнаназыр алдыңардан өтті. Шешуші кейінгі айлапаны өстөжілік, кейінгі айлапа сандырлап білесіздер. Әлемі құнан жорғалардың байгесі тапшыруға Гүлсары Жорға Федерациясының негізгі өтісі жаңа экс-президенті айтылы адвокат Хасанов Қанат Зердегович құнан жорғалардың байгесі тапшыруға даярдаңыз. Жөнеді ме? Шешуші айлапаны өстой жөнеді құнан жорғалар. Шешуші айлапаны өстой жөнеді алдына кеп тұратқан екі құнан бұлар. Шешуші айлапаға кетті, екі айлапа. Оғыдай. Барон Чипрагада. Атасы Барон Чипрагада. Бүгінгі күнде
Bıyılgı жылға қарата ат чабыш ойындарының сезоны башталды десек жарашар. Бұның бары алдыдағы белдестерге жана быйыл 6-чы рет өтө турган, анын ичинде Кыргызстанда 4-чү рет өтө турган көчмөндөр ойынына даярдык катарындагы карасак болот. Күн сайын, жыл сайын мына федерация өзүнчө түзүлгөнү жорголордун катары көбөйдү. Бүгүнкү күндө өзүбүздө туулган жорго жылкы чарбалар өстүрүп аткан, андан сырткары дүйнөнүн булуң бурчунан, океандын ар жагынан бери биздин мыктыларыбыз жорголорду алып келип, мына ушул жорго салдыруу оюнун өнүктүрүү багытында жакшы алгылыктуу иштерди аткарууда. Ошо менен бирге кошмо мамлекеттер ортосунда дагы чемпионаттарды өткөрүү, алака мамилени түзүү багытында эң жакшы иштиктүү аракеттер көрүлүп жатат. Андыктан биз ушундай иш-чараны өткөрүп аткан федерациянын жетекчилигине жана жорго кармап аткан ат ээлерине, ушул өнүктүрүүгө, селекциясына көңүл буруп аткан чарбаларга, меценаттарга биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыргыз болгондон кийин ат жабында чоңойгон, анын ичинде жорго өзгөчө бир көрүнүш. Андыктан ата-бабабыз деген айткан эмес, күндү өндүрүп болсо түшүнбөлө болот деп, мына ушул өнөрдү жолду улантып жаткан колдоочуларга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандардын катары, көрүүчүлөрдүн катары айкын болсун. Ат кармайлы, ат чабалы, жорго салдыралы, ат чабуучунун бүгүнкү күндө баардык түрлөрүнүн федерациялары бар. Бир гана кызылуу, кармо жана ушул ата-бабадан жаткан жөнүндө улантуу. Бул эми улуттук деп дүйнөлүк бийиктик муңду жол. Бүгүнкү күндө мамлекеттик программага дагы шайкеш үндөш. Кыргыз өзөгүбүздү табалы, андыктан ата-бабабыздан жаткан улуу өнөр жөрөгөбүздү уланталы, ага шаң кошолу. Мына ушул жерде федерация жетекчилери жана жалпы ат чабыш оюндарына салынып башкан инсандар келип отурат. Атматаса куту сүйүнөт. 1-чи көчмөндөр оюнунун чемпиону Жаныш Аламанов агамыз катарыбызга каттуу айтуу барабы менен 2-чи, 3-чү көчмөндөр оюнда чемпион болгон Кызбек Токтосунов агабызга биздин тажрыйбалуу саяккерлерибиз, шабандестерибиз өздөрүнүн алыстыгын көрсөтүп ишин аткарып атат. Атматаса куту сүйүнөт. Мына бул жерде Алтынбек Идилбекович баштаган биздин демөөрчүлөр, ушу ат чабыш оюндары өндүрүшүнө салым кошкон инсандар турат. Караңыздар силердин. Айбек Абдукулович деген Бериште! Бериште! Birinci ötkön yeni Kalıstan çeşmeden gün ayıkla tanımarıksa жақшыдестер. Birinci ötkönün ayıkla oyup kalayдестер болған. Баян Сұлу, молодец! Birinci, ikinci, üçüncü, dört bayge. Dört bayge var. Молодец, 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 молодец. О, молодчик. Чарай. Все. Давай, кирип кет. Ой, молодец.